Сәлеметсіздер ме, қалдарыңыз қалай? Сіздермен бүгін де амандықпен жүздесіп отырғаныма қуаныштамын. Енді ылғи да сөзімді осылай бастап жатамын. Енді осы өзімнің бір айтпақшы болған ойларымды, осындай бір нелерді айтудың алдында сіздермен осылай бір амандасып өткенді жақсы көремін. Дұрыс қабылдаңыздар. Енді осы бұрыннан мектептер кезінен бастап ағылшын тілін аз-аздан үйрене бастаймыз ғой. Одан кейін енді артынан университетке кірген кезде мен сол сырттай курстерге қатынасып ағылшын тілін үйрендім. Бірақ енді сол кездерде мен осы өзін-өзі дамытудың, одан кейін осы үйренудің, әсіресе осы ағылшын тілін үйренудің маңыздылығын түсініп жете алмаппын. Одан кейін сол кезде енді әпекелерім, ағамдар үйрен, курске қатынас деп мысалы күнделікті телефон ұрып тұрады, хабарласып, бардың ба курсыңа деген секілді. Бардым деп бейне бір сол кісілер үшін үйреніп жүргендей, бір сол кісілер итермесе бармайтындай сондай бір жүріптім енді әзір ойласам. Бірақ енді үйренгім келеді, өзім тіл үйренгенге қызығамын. Соған қызыға тұра сол кезде бір дұрыс мақсат жоқ, дұрыс нысана жоқ, соған қарай талпыну жоқ, баяғы сол қалай десем болады, дұрыс үйрену болмапты. Сонымен артынан енді қызметке шықтық, 10 жылдай қызметпен болдық, ол ағылшын тілін тастап қойдық. Одан кейін осы системалы түрде рәсми осы ағылшын тілін үйреніп енді нөлден бастадым десем де болады. Сөйтіп бастап үйренгелі 3 жылдай уақыт болды. Енді осы аралықта жақсы бір деңгейге жеттім. Тым болмағанда балаларымды жетектей алатын, балаларыма ағылшын тілін үйрете алатын, соларға кітап оқып, ағылшынша кітаптар оқып бере алатын, соларды жетелей алатын дәрежеге жеттім. Енді аз-аздан 1-2 баладан бала тәрбиелеп жатырмын. Осындай бір жетістіктерге жеттім енді. Соған қуанамын. Енді тек қана ағылшын тілінен бір дәрежеге жетіп қана қоймай, мен ең маңыздысы өзімді өте жақсы танып жеттім. Одан кейін өзін-өзі дамытудың маңыздылығын өте түсін алдым деп айтсам болады. Енді әзір ғана сол ағылшын тілінде бір нені шығарып қойған едім оқып. Соны сондай жақсы көрдім. Сіздерге соның мағынасын бір бөлісе кеткім келіп тұр. Бұнда былай деп айтылыпты. Мен біреудің мені не деп айтуында жұмысым жоқ депті. Өйткені ол менің әңгімемді білмейді. Менің басымнан өткен кешірмелерімді білмейді. Мен өзіме сенемін, өзімнің арман мақсатыма сенемін, және мен шынайы өзім боп жасағым келеді. Шынайы өзім боп жасаймын. Басқаларды көңілдету үшін емес, өзімді дамыту үшін, өзімді көңілдету үшін, басқалардың көңілінен шығу үшін жасамаймын деп тұр ғой енді. Сонда қандай жақсы сөз деп ойлаймын. Расында да ғой, әрбір адам бір жеке тұлға ғой. Әрбір адам өзін жақсы алып жүріп, өзін жақсы дамытқанда, онда біздің қоғамымыз қандай жақсы дамиды деп ойлаймын. Енді мысалы, расында да кімнің көңілінен шыға аласың? Әркім әрқандай айтады, сен бәрімен былай жүре берсең, онда қалай дамисың? Одан да өз ойыңмен жүруің керек қой. Сол үшін бізде балаларымызға сондай бір ой сіңіруіміз керек деп ойлаймын. Енді біздің енді бұрыннан бері келе жатқан тәрбиеміз болсын, бәрінде біртүрлі біреулерге бағынышты түрде солай болған құсаймыз ғой, көп санды жағдайда. Сол үшін олай болмай қайта әрқандай адам өзін дамытса. Мысалы, сіздер де өздеріңізге уақыт шығарып, өздеріңізді дамытсаңыздар, сол арқылы балаларыңызға үлгі болсаңыздар, балаларыңызды дамытсаңыздар, қандай тамаша болар еді деймін. Енді бұл енді менің өз ойым ғой. Жаңағы сөзді айтқанындай, мен біреудің ойын өзгерте алмаймын. Мен тек қана өзім бастан кешіріп, сондай бір жақсылығын көргеннен кейін сіздерге бөлісіп жатырмын. Оны әрине өздеріңіз білесіздер. Бірақ осы бір жақсы, бір өзін-өзі азат ететін, өзін-өзі дамытатын жақсы жол ма деп ойлаймын. Енді адам осы өзін-өзі дамыту барысында, өзімен өзі жұмыс жасау барысында, ол
көптеген істерден қағыс қалады. Мысалы көп достарынан айырылып қалуы мүмкін. Өйткені ол өзіне ғана уақытын шығарып жатыр. Өзіңді дамытып жатсың. Мен мысалы сол дәріс қараған уақыттарда менде сыртқа шығатын уақыт болмады негізі. Баламмен болам, одан кейін сол дәріс қараймын. Сыртқа шығатын, басқалармен араласатын, туыстарға баратын сондай бір уақытым болмады. Енді көп кісілер наразылық білдірді, бірақ адам өз мақсаты айқын болу керек. Мақсатыңды айқындап соған қарай талпынуың керек. Егер мен осы 3 жылда солай тырысып, өзімді дамытпаған болсам, онда әзірге мұндай дәрежем жоқ еді. Онда мен баламды да жетектей алмаушы едім. Енді мысалы өзің сол қалпында қалып қаласың ғой мысалы. Олай болмау керек деп ойлаймын. Адам сөзсіз өзін дамыту керек. Бір орында тұрып қалмауың керек. Солай істеу үшін көп нәрседен уаз кешуің керек. Көп істерге бодау беруің керек деген секілді. Енді өзіңді дамытып бір дәрежеге барған кезде өзіңнің идеяң да дамып, өзіңнің сана сәуяң да дамып, солай болған кезіңде сен өзіңнің сол алдындағы осындай жасаған бекіміңе қатты қуанасың. Сол кезде осылай бір бекімді, шешімді дұрыс жасаппын деген ойға келесің. Енді оны айту оңай, мысалы, өзіңді дамыт, құлшын, өзіңді ғана дамыт, немдетуді ойла деген секілді. Айту расында да оңай, істеу оңай емес. Бірақ соны нақ бел шешіп, нақ кірісіп істесеңіз, сіз басқаша өзіңізді байқай аласыз. Соларды айтқым келеді бүгін енді. Рахмет өздеріңізге. Бәріміз өзімізді дамытайық, балаларымыз үшін.